Сиырлар ежелден қазақтың төрт түлік малы болып саналды. Ал сіз сиырлардың қарнындағы бұндай тесіктер не үшін қажет екенін білесіздер ме? Бұндай сиырлар Швейцарияның көп сиыр асырайтын тұрғындарында, сиыр сүтін алатын фермерлерде кездеседі. Бұл біріншіден сиырлардың байқамай жеп қойған пластикалық заттарды және ағзасындағы зиян заттарды алып тастауға өте қажет. Екіншіден, зат алмасуға да жылдам көмектеседі. Соның арқасында сиырлардың сапалы сүт береді. Ал бұндай тесіктердің ең қажет жері сиырлардың ішінде пайда болатын улы газдардың пайда болмауына көмектеседі. Бұндай тесіктер сиырлардың денсаулығына еш зиян келтірмейді. Есесіне сиырлардың сүттерінің сапасын 2 есеге жақсартып береді. Қысқасын айтқанда, бұндай тесіктердің пайдасы өте көп. Бұл тесіктер сиырлардың ішінде пайда болатын паразиттер мен құрттарды да жоюға көмектеседі. Бұндай тесіктер Швейцарияда және Еуропа елдерінде кеңінен таралып жатыр. Фермерлердің айтуы бойынша, сиырлар осындай тесіктер арқылы өздерін жақсы сезінетіндерін де айтып өтті. Егер саған осы видео ұнайтын болса, лайктарыңыз басып комментария жазып отырыңыздар.